Олег Зубков Русияден махкеме вастасынен 25 миллион рублей чекип алмага истеді. Иханетчі Тайган Сафари паркының сайыбы ишгалжы махкемені ғазынған соңра маневи тазминат алып олажағыны тушынды. 2020 сенесі Қарасу базарының ишгалжы ижра хызметлері Зубковның айванат бақчасының мұсафирлеріні қанунсыз жасланларының янына алып баралғанını білдіріп, ишгалжы махкемеге шикаят етті. Bundan соңра паркта чоқ тефтишлер япылды. Зубковның дегеніне көре бұның маневи сағылығына жидді тесір етті. Яшаған еріні терк етмек ясағы себебінден сейшеріні яқшы алып бара амады. Бекленілген 25 миллиондан садыже 500 бин берділер. Иш адамы бұл параны да тезден қабул етті. Я говорил, там какие-то у нас там остаточные, Арман Георгиевич, разберетесь там с какими-то пасквильными делами, что мы обещали природоохранному прокурору. А остальное все, собственно говоря, у нас под контролем. С кого-то долги вытягиваем, с кого-то там на место поставим, да? Бірхачы лаписханеде ятачақ еріне Олег Зубков ефтев қыты шартынен бір ел ғияби апис жазасыны алды. Да 2021 сенесі барде Тайган Сафари паркта бір яшындаки баланен анасы амур қапланлары бұлынған қафеске пек яқынлашты. Олардан бірі күчік баланың анасының үстіне атлады. Нетижеде баланың елінің балабан пармағындан тышледі. Нетижеде оны кестілер. Бұйк шамата қопаралды. Зубков ишбір қабатлавларыны танымады ве баланың анасы қабатлы деп айтты. Иш адамына уақыт 2 ел ве 3 ай апис жазасы үкімі чықарылды. Ама ишгалжы юқары махкеме Тайган мудиріне қаршы чықарылған үкімні лягу етті. Я понял в Российской Федерации, после того, как прожил уже 10 лет, что никакой порядочный, уважающий бизнесмен, если у него нет обвинительного какого-то там приговора, то он просто не коммерсант и не бизнесмен. Это как-то что-то за пределами здравого смысла. Поэтому, поскольку я не собираюсь ни в депутаты, ни в мэры городов, ни в президенты Российской Федерации, боже упаси, Владимир Владимирович, дай бог здоровья на долгие годы и все, то мне это как бы, судимость постольку-поскольку. Ишгалжы акимиятна бірқач кере тенқыт еткен Зубков Ахмеджетнің аписханесінде отырып чықмаға етіштірді. Бұйық женг башлағанындан бірқач ай кечкен соңра есе Олег Зубков Ишгалжы елбашчы Сергей Аксеновға ялтақланмаға башлады. Оның дестегенен айван айдуты 10 кере Украинаның яны ишгал етілген топрақларына барып, айванат бақчаларындан айванларны қырсызлап, озының сказка ве Тайган паркларына кетірді. 1 миллиардлық қиметлі тарихи Сайфиеве Ялта мерkezінде ратлы хане. Рус ишгалжылары аукционға яңы мал мүлкіні чықарды. Хусусан кефеде бұлынған 19 асырның сонында құрылған ташлық Аида ве Флора язевлеріні региональ себеде абиде деп сайылалар. Оларның фияты 108 миллион рубле. Ен палы лот ісе Ялтада ерлешкен Вилла Елена. Оның сайыбы Литваниялы иш адамы Колос Игорис о ишгалдене велве соңра Қырымда ишыны девам еттіреді. Хайдетілгеніне көре сатышға аман-аман донатылған 30 одаве дайре тейджизатлар парк ерлері ве бассейнлерні чықардылар. Сатышлар 27 майыс күні башлайжақ. Кешкен сененің сонында Қырымның ишгалжы парламент рейсі Владимир Константинов Ярамадада Украина ватандашларына айт олған 2600 ноқтанын миллетлештірілгені ақта білдірді. Украина президенті Владимир Зеленскийнің өмір арқадашына айт олған евден Ялтада София Ротароның Вилла София отелінден қазанған параларны есе Украинаға қаршы жен күчін масраф етмеге планлаштыралар. Қырымда Украина президенті темсежісі Тамила Ташева білдіргеніне көре, ишгалжы акимиятның Қырымда мал ве топрақнен япқан эпысы фаалиетлері ичбір эмиетні ташымай ве Украина тарафындан танынмай.